Сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай дәмді, керемет, тәтті, жұмсақ, мраморный пирог әзірлейтін боламыз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Алдымен оның үстінен қопсытқыш, шекер қосамыз. Содан кейін оның үстінен сары майды теркадан өткіземіз. Сол кезде оңайырақ араласады. Содан соң қолмен араластырып шығамыз. Үстінен жұмыртқа қосамыз. Яғни жұмыртқаның сарысын қосамыз. Оны да қолмен араластырып шығамыз. Үстінен творог қосамыз. Сонда бізде көп араластырғаннан кейін соңында осындай қамыр шығу керек. Қамырды екіге бөліп, біреусін шетке қойып, біреусіне какао қосып, оны қара қамыр қылу керек, қоңырлау қамыр қылу керек. Міне осындай болу керек. Біреусі сары, біреусі қоңырлау. Содан соң шекермен крахмалды араластырып, оны сүттің үстінен қосамыз. Тағы да араластырамыз. Сүт газдың үстінде тұру керек. Астында от жағылып, отын төмен қылып, баяу қылып жағып қоямыз. Содан соң оның үстіне жұмыртқа қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай дәрежеге жеткеннен кейін, осындай бүлкілдеу керек. Бүлкілдегеннен кейін үстінен шоколадты бөліп қосып шығамыз. Араластырамыз. Сонда бізде осындай шығу керек. Үстінен творог қосып, блендермен араластырамыз. Кейін біздің қамырымызды осылай пергаментный бумаганың үстінен қойып шығамыз. Қара мен ақты араластырып, осылай қарамен, яғни қоңыр мен сарыны араластырып, осылай қойып шығу керек. Үстін тегістеп шығамыз. Видеодағыдай қылып істеп болғаннан кейін үстінен біздің начинкамызды құямыз. градус қызып тұрған пеште 40 минуттай пісіреміз. Холодильникте бір түн тұрғаннан кейін бізде осындай керемет пирог шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Міне осындай керемет болып шығады. Дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, достар.